Ассалаумағалейкум қыздар, қалпақты макарон сөмкесіне қажетті заттармен таныс болыңыздар. Ең алдымен бізге номері 6 ілгек және де трикотаж жібіне арналған осындай инелер. Иненің басынан трикотаж жібі өтетіндей осындай қалыңдықта болуы қажет. Бұл темірі және де пластмасы. Негізінде мен сіздерге пластмасын пайдалануға кеңес беремін, себебі тігу барысында қиын бөліктерден өткізген кезде мына темірді тартып шығарғанда қолдан зырғанап кете беретін болады, сондықтан пластмасты пайдаланған ыңғайлырақ болады. Сонымен қатар белгілеуге арналған осындай маркерлер қажет, және де осындай замок. Осылай ашылады, артында мынадай бөлігі бар, және де мынау трикотаж жібіне кіріп қыстырылатын бөлігі. Сонымен қатар ұзындығы 1,20 осындай темір цеп қажет. Цептің басында осындай карабин болады, бұның бір жағы міндетті түрде ашылатын болсын. Қандай размерде болатыны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және де осындай 3 штук фурнитура қажет. Сонымен қатар яғни 1,5 моток трикотаж жібін пайдаланатын боламыз. Мінекей біз сөмкеміздің негізгі бөліктерін тоқып алдық. Дәл осындай мінсіз дөңгелек форманы қалай тоқу керек екендігін менің YouTube арнамнан көре аласыздар. Бұл жерде мен барлығы 8 қатар, яғни өзіме жеткілікті мөлшердегі форманы тоқыдым. Бұл мен үшін жеткілікті. Сіздер бұдан да үлкен болғанын қаласаңыздар, 9 немесе 10 қатарға дейін үлкейтіп тоқсаңыздар болады. Ал енді осы форманы мына секілді қалай былайынан қырын шығарып тоқимыз. Яғни былай дөңес қылып қалай тоқимыз. Ол үшін барлығы менде 8 қатар дедім. Енді қалған 9, 10, 11, 3 қатарды да бірдей етіп тоқимыз. Ол үшін мына галочкалардың арасынан ілгекті өткізе отырып, ешқандай да 2 рет үлкейтпестен бірден барлығын айналдыра тоқып шығамыз. Дәл осылай 3 қатар тоқимыз. Сол кезде біздің формамыз өздігінен осылай дөңес болады да, мынандай қыр пайда болады. Яғни жанындағы тігісіміз пайда болады. Бұл макарон сөмкесінің тағы бір ерекшелігі, аты айтып тұрғандай макаронсқа ұқсас, мына боковой былай иіліп тұрады. Дәл мына сөмкедегі сияқты прям қырлы болып тұрмайды, сәл ғана дөңес болып келеді, мінекей, қараңыздар. Сол ерекшелігі. Осылай дөңес болуы үшін біз соңғы 3 қатарды бір галочкадан айналдыра тоқып шығады екенбіз. Осы аралықта мінекей ескерте кетейін, астыңғы жағынан қарағанда мына 2 галочканы, осы дөңгелек форманы үлкейту үшін осы 2 галочкадан кейінгіге тағы да 2 галочка қосып тоқитын едік қой. Бұл жолы олай болмайды. Бұл жолы тек 1 галочка алатын боламыз. Мінекей. Тек 1 ғана галочка аламыз да, әрі қарай жалғастырып тоқи береміз. Мына аралықта да сондай, міне 2 галочкадан кейінгі галочканы 2 еселемейміз, тек қана 1 галочка тоқимыз. Мына аралықтан да сондай, мына аралықтан да, мына жерден де солай қатарды аяқтаймыз да, тура осылай тағы да 2 қатар тоқимыз. Сөмкеміздің екінші бөлігін тоқып аяқтадық. Ескерте кетейін, мына аралықтағы жіпті осылай қалады, қит тастамаймыз ешқандай да. Менде барлығы 1 моток жіптен осындай жіп қалды. Сіздер, егер бұдан көптеу болатын болса, мына дөңгелек форманы 5 немесе 6 рет осылай айналғандағы ұзындықта жіпті қалдырып қиып алсаңыздар болады. Енді сөмкемізді бір-біріне біріктіріп тігетін боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай сөмкеге жай ғана макарон сөмкесін жасайтын болсақ, замок тігетін бөлігін белгілеп алуымыз қажет. Ол үшін мына аяқталған тұстан замогымызды өлшейміз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін басқа түстегі замокты пайдаланып отырмын. Примерно осындай қылып өлшеп аласыз, ұстап отырып астың жағынан. Ол сіздің замогыңыздың көлеміне байланысты. Ол осы форманың қақ ортасына дейін немесе мына жеріне дейін, осы жоғарғы жағындағы мына аралыққа ғана болып орналасуы мүмкін. Сол аралықты өлшеп алыңыздар. Осындай маркермен бірінші жағынан кіргіземіз. Осылай белгі қоямыз және де замокты өлшейміз. Бұл замок міне жабылатын тұсы және тігілетін тұсы бар. Мына аралыққа жабылатын тұсы сәйкес келіп тұруы қажет. Замок осы жерге келіп тоқтайды, мынау дальше былай қарай тігіле береді. Енді осыдан бастап қажетті мөлшерімізге дейін замогымыздың өлшеміне дейін алып барамыз. Примерно осы жерде алайық. Менің замогым өте ұзын, сіздерге түсінікті болу үшін басқа түстегі жіпті замокты пайдаланып отырмын. Мінекей, мына аралыққа да маркер қойып белгілейміз.
Енді осы аралықты санаймыз. Маркер қойылған тұсты қосып санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Яғни менің замок тігетін аралығым 21-ді құрады. Екінші жақ бөлігінен де тура осылай. Мінекей. Қатарларды бір-біріне жалғаған жерден бастап белгіні қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21-ші бөлікке екінші маркерді кіргіземіз. Осылайша, бірінші осы жібіміз мынандай болып қиылмаған бөліктегі формадан бекітпе тігісін жүргізіп бастаймыз. Мынау бізде енді белгілі, маркерді алып тастай салсақ болады. Осы жалғанған тұсқа ілгекті кіргіземіз. Іліп шығарамыз. Осылай бекітпе тігісін екінші маркер белгіленген тұсқа дейін тігеміз. Қатты тартпаймыз, өте бос қылмаймыз, орташа мөлшерде тоқимыз. Егер қатты тартып тігетін болсаңыздар, мынау бүрісіп қалады, жиырылып қалатын болады. Сондықтан еркін болып тұрғаны жақсы. Өте бос болып тағылмасын. Маркер тұрған бөлікке соңғысын кіргізіп тоқып аламыз. Мінекей негізгі жібімізді шығардық. Енді осы жерде ескерте кететін жайт. Мынау бізде замок тігілетін бөлік дедік, иә? Енді екінші бөлігін бір-біріне беттестірген кезде, екінші бөлігінен де замок тігетін бөлікті сәйкестендіріңіздер. Астыңғы жағы қарап қалмасын, шатасып кетпеңіздер, мұқият қараңыздар. Енді осы екеуін бір-біріне беттестіргеннен кейін сөмкеміздің жан тігісін, астыңғы жағын бір-біріне біріктіріп тігетін боламыз. Ол үшін ілгекті негізгі жіптен өткіземіз. Мына маркерді алып тастасақ болады. Мына белгі бізде пока тұра тұрсын, тікпегеннен кейін бұл тұруы қажет. Енді ілгекті сөмкенің екінші бөлігіндегі міне жанындағы галочкалардың ортасынан өткіземіз. Және де негізгі жіп шығып тұрған тұстағы аралықтан төменгі жағындағы галочканың ортасынан өткіземіз. Негізгі жіпті тартамыз астыңғы бөлігінен, ілгекке іліп алып, осы аралықтардан шығарамыз да ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Бірінші оң жақ бөліктен бастап сол жаққа кіргіздік, келесісін сол жақтан оң жаққа, оң жақтан сол жаққа, сол жақтан оң жаққа кезек-кезек алмастырып отырып тоқимыз. Сол жақтан оң жаққа кіргіздік. Оң жақтан сол жаққа кіргіздік. Дәл осылай кезектестіріп, оң, сол, оң етіп отырып, мына маркер белгіленген тұсқа дейін, мына жақтан мына тігіс басталған тұсқа дейін тоқып шығамыз. Мінекей ар жақтан бері қарай тоқып келдік. Енді осы тұсқа келген кезде жібімізді шығарамыз. Мінекей мына жақта басталған тұс, және де екінші жағындағы маркер белгіленген тұс. Осы жерден жібімізді тартып шығарамыз. Және де бергі жақ беттегі мына бастаушы қатардан екі галочкасынан, екі сызығынан негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Және де сол жіпті мына шыққан жеріне ішкі бетінен қайтадан тартып өткіземіз. Мінекей, мына аралықтан ілгегімізді шығарамыз да, сол тұсқа қайтадан осы жіпті кіргіземіз. Тартып алып шығарамыз. Енді әрі қарай екінші жақ бөлігіне замок түсетін жағынан бекітпе тігісін жүргіземіз. Ол үшін мына маркер белгіленген тұсқа бұл белгіні алып тастай саламыз. Мына қатарды аяқтап келуші галочканың соңғысынан іліп аламыз, және де оны мына аралыққа өткіземіз. Тартып шығарамыз. Негізгі жібіміз шықты. Енді оны мына тұсқа кіргіземіз. Бастаушы қатар бізде оң жақ бөліктегі бастаушы қатарымыз мына жерде, арғы жақ бөліктен де тура соған сәйкес келуі қажет. Осы аралыққа ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз. Және әрі қарай осы бөліктерден кіргізе отырып тоқимыз. Мінекей, көріп тұрсаңыздар, мына аралықты тігіп келе жатып, жібіміз екі бөлікке оңға және солға қарай әдемі әрі сүйкімді болып бұрылды. Тура осылай қайталап, екінші маркер белгіленген тұсқа дейін тігеміз.
маркерді алып тастаймыз. Және де осы маркер шыққан тұсқа тағы да кіргізіп ілгекті соңғы рет іліп алып тоқимыз. Және де осы бөлікте, мына бөліктегі сияқты жіп оңға және солға бөлініп кету үшін, мына жерде уже оңға қарай бұрылды. Енді оны солға қарай бұрылған секілді етіп жалғауымыз қажет. Ол үшін мына аралыққа тағы бір рет кіргіземіз. Жіпті іліп алып шығарамыз. Бұл қатарды да дәл осылай тоқып келе жатқанда бұл жерден әрі қарай өткен, енді бері қарай өту үшін жіпті шығарып аламыз осы тоқылған бөліктен. Және де оны мына галочкадан өткізетін боламыз. Осы галочкадан өткіземіз. Және де өзінің мына шыққан тұсына кері қарай қайтадан кіргіземіз. Ішкі бөліктен өзінің шыққан жеріне қайтадан негізгі жіпті іліп алып кіргіземіз. Байқасаңыздар, мына жақтан тігіп келе жатты да оңға және солға қарай осылай бұрылды. Енді мына артқы бөлігіндегі жіпті мына ішкі бөлігіндегі аралықтарға, мына аралықтарға бір байлап жіберіп барып, крючокпен өткізіп жіберсеңіздер болады. Осымен біздің примерно макарон сөмкеміз дайын, осындай домалақ формалы. Енді біз замок тігетін боламыз. Ол үшін манағы замокты аламыз. Оң жақ бетін міндетті түрде әдемі деп санаған оң жақ бөлігін өздеріңіз беті етіп аласыздар. Және де оны замокты соған сәйкестендіріп тігесіздер. Мінекей. Замокты осылай ашып аламыз. Ашамыз. Бірінші жақ бөлігіне мынау шығыңқы бөлігі былай қарай астына қарай кіріп тұрады. Мына аяқталған тұсқа замок келіп аяқталып тірелуі қажет. Енді оны қалай тігеміз? Бұл жерде біз кәдімгі қолмен ине жіппен тігетін боламыз. Ең алдымен инені мына түйілген бөлігі мына сыртында былайынан тігіліп қалып қалмас үшін мына сөмкенің аяқталған жеріндегі жіптен мінекей мына жерден кіргізіп шығарып аламыз. Сол кезде жіптің түйіні мінекей ішкі бөлігінде қарай қалды. Ішкі бөлігінде қарай қалды. Енді замогымызды аламыз. Мына жерге сәйкестендіреміз. Және де сол замоктың тұсынан мына жерден кішкене ғана етіп иненің ұшымен іліп аламыз. Иненің ұшымен іліп алдық. Мына бөлікке қайтадан апарамыз, өзінің аяқталған жеріне апарамыз да, осы замоктың шыққан тұсынан міне тігіп шығарған жерден дәл сол аралықтан мына сөмкенің бөлігінен де тура солай іліп алатын боламыз. Мына жақтан ілмейміз, мына жақтан ілмейміз. Тура жіп қай жерден шықты, екеуі бір-біріне қалай сәйкес келіп тұр, сол бөліктен инені жіптен өткіземіз. Кішкене ғана іліп алып, бастысы сөгіліп кетпейтіндей болса жеткілікті. Мінекей, инені кіргізіп жіптен шығарамыз. Бұл жерде де тура солай. Жіп қай жерден шықты, замоктың да тура сол жеріне кіретін болады. Мына жағынан немесе мына жағынан кірмейді. Тура қай жерден шықты, сол жерден кіргіземіз. Және тағы бір ескертіп кететін жайт, мына замоктың тура түбінен тігіп жібермеңіздер. Өйткені замок жүрген кезде, бегунок жүрген кезде мына жіпті іліп кетіп, сөгіліп кету немесе дұрыс жабылып ашылмай қалуы мүмкін. Сондықтан сәл беріректен іліп аламыз осылай. Сонымен қатар тігу барысында мына замок былайынан мынаған сәйкестендіріліп тартылып отырып, екеуі бірдей тартылып отырып тігіледі. Замогыңыз былайынан бетіп қалмасын, мінекей, еретіліп қалмасын. Еретіліп тігілетін болса, замокты жапқан кезде ол осылай еретіліп әдемі болмай қалады. Сондықтан мынаған сәйкестендіріп отырып, бір-бірінен замок жабылғанда қалай әдемі түп-түзу болып тұрған қаласаңыз, солай ұстап отырып тігесіз. Тура тартылып тұратындай етіп тігесіз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Осылай кезекпен кезек біресе мына замоктан, біресе сөмкеден іліп ала отырып тігесіздер. Мен неге сіздерге қызыл замокпен, қызыл жіппен тігіп отыр, неге қоңыр сумкаға қоңырмен тікпейді деп ойласаңыздар, сіздерге түсінікті болуы үшін
сабақ түсінікті болу үшін осылай тігіп көрсетіп отырмын. Мінекей менде тартылып, әдемі болып, сүйкімді болып тігіліп жатыр. Тура осылай қайталау арқылы, осылай тартып, тігу арқылы, мінекей екінші жағына қарай келесіздер. Ішіне қарай кіргізіп жіберейін. Замок өте ұзын. Сондықтан осылайынан мінекей ашқан кезде мына аралыққа келіп тіреледі. Мына жерге келіп тіреледі. Тігісі ішінде, замоктың артық бөлігі ішінде қалады. Және де осы жерге келген кезде инені мына жақта қалып қойды менің. Инені осы жерге келген кезде, мына замоктың біткен тұсынан тігіп отқан кезде, бергі бетке астыңғы жағынан шығарып аламыз. Астыңғы жағынан шығарып аламыз да, ол мына жақтан шығады. Ине осылай шыққан кезде екінші жағын тура мына жақты қалай тіктік, оны да тура осылай мынаның астыңғы бөлігінен айтуды ұмытып кеттім. Мындағы галочка қалады, сіздер мына ішкі бөлігіндегі галочканың үстіңгі қатарынан тігесіздер. Мінекей, мен астыңғы қатарынан тігіппін. Міне, жоғарғы жақтан галочка қалды бізде. Ал мына ішкі бетінен қарағанда да тоже галочкалар бар ғой, соның астыңғысынан тігіп жатырмыз. Астыңғысынан тігеміз. Осылайынша замокты тігіп аламыз. Және де фурнитурамен екі жағына бекітеміз, сонда біздің сөмкеміз дайын болады. Егер замокты тігіп болсаңыздар, демек бізде макарон сөмкесі дайын болды деген сөз. Ал енді мен бұл жерде замок тікпеймін, себебі мен бұл сөмкеден қалпақты макарон сөмкесін жасағым келеді. Ал сіздер қарапайым осындай ғана макарон сөмкесін жасайтын болсаңыздар, замогын міндетті түрде тігіп аласыздар. Және де оның жанына фурнитураларын орнататын боламыз. Яғни, мына аяқталған тұстан мына жерді ашып, карабинді ашып, мына аралықтан кольцоны өткіземіз. Екінші жағынан да тура осылай соны өткізіп тағамыз. Және де бұл жерде осындай, мен бұл жерде примерно енді кисточка жасаған жоқпын. Негізі сіздер осылай кисточка жасап, мына жерге тақсаңыздар болады. Бұндай кисточканы жасаудың сабағы менің YouTube арнамда бар, ссылкасын міндетті түрде беремін. Соған қарап жасап алсаңыздар болады. Сонда сіздерде осындай макарон сөмкесі пайда болады.